Құрметті менің көрермендерім, мен бүгінгі видеомда айтқым келгені балаларымыздың ақыретін, болашағын ойласақ, балаларымыз тек жылтырағанда алып беріп, балаларымызға аузына тамақ тығып, бар тәттіні ішкізіп, бар жақсыны кигізіп, ойын орталығына апарып, арзан нәрселерге әуес қылғанды ғана ойламайық. Иә, балаларымыздың ең жақсыны ішіп кигенді бәріміз де қалаймыз, бірақ ол тек баланың нәпсісін ғана қанағаттандыру болады. Ал балада рух бар. Баланың сол рухын толтырып, тойғызып, рухани қылып тәрбиелеуді ескерейік. Ол дегенің балаға кітаптарын оқытып, еңбекке баулып, батырлар жырын, дастандарды оқытып, Құран сүрелерін жаттатқызып, бұл әлемнен не басқа әлем бар екенін есіне салып, төбемізде Алла деген билеуші ұлық құдірет бар екенін түсіндіру. Руханиятқа жанын құмар қылып, рухани құндылығын мықты қылып тәрбиелеу, ол дегенің баланы тұрақтылыққа, тәуекелшілікке тәрбиелеу, төзімдікпен кішіпейілдікке тәрбиелеу, кешірімділікке, әдептілікке, адамгершілікке, қанағатшылыққа тәрбиелеу. Рухани тәрбие